Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті қызы Хазіреті Фатима мен Хазіреті Әлидің үйленуі, яғни отбасы құруы туралы айтатын боламыз. Осындай пайдалы ақпаратты видеоларымыз көп таралуы үшін каналымызға тіркеліп лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Хижреттің 2-ші жылы еді. Пайғамбарымыздың қызы Хазіреті Фатима 15 жасқа толған болатын. Бір күні Хазіреті Фатима бір қызмет үшін пайғамбарымыздың қасына барады. Пайғамбарымыз қызының тұрмыс құратын жасқа жеткенін байқайды. Сол күннен кейін Фатима Захра радиаллаху анха көп адам сұратты. Пайғамбарымыз оларға келісім бермей, оның ісі Хақ Тағаланың бұйрығына байланысты деді. Бір күні Абу Бәкір, Омар және Саад ибн Муаз радиаллаху анха мешітте отырып, Хазіреті Фатима Хазіреті Әлиден басқа барлық адам сұратты. Ешкімге берілмеді деп сөйлесті. Хазірет Сыддық Әлиге нәсіп болады деп ойлаймын. Жүріңдер, оған барып мәселені ортаға тастайық. Егер кедейлігін алға тартса көмектесейік деді. Саад радиаллаху анха: ей Абу Бәкір, сен әрдайым жақсылықтардың басында жүресің. Тұр, біз саған жолдас болайық деді. Үшеуі мешіттен шығып Хазіреті Әлидің үйіне барады. Хазірет Әли радиаллаху анха түйесін алып, аңсардың бірінің құрма бауын суарып жүр екен. Оларды көріп қарсы алып, жағдайларын сұрады. Хазірет Абу Бәкір радиаллаху анха: я Әли, барлық қайырлы істің басында сен жүресің, және пайғамбарымыздың құзырында ешкімге бұйырмаған бір мәртебеге иесің. Хазіреті Фатиманы барлық адам сұратты, ешкімге келісім берілген жоқ. Ол саған нәсіп болады деп ойлаймын. Неге кіріспейсің деп сұрады. Хазірет Әли мұны естігенде көздері жасқа толып: я Абу Бәкір, мені одан сайын өртедің. Оны менен артық қалайтын адам жоқ, бірақ қолымның қысқалығы маған кедергі болып отыр деді. Хазірет Абу Бәкір радиаллаху анха: болай деме. Аллах Тағала мен Расулының жанында дүние еш нәрсе емес. Бұған кедейлік кедергі бола алмайды. Бар сұра деді. Хазірет Әли айтады: пайғамбарымыздың қасына қысылып тартынып кірдім. Пайғамбарымыз айбатты, байсалды қалпында отыр екен. Қасына барып отырдым. Сөйлесуге бата алмадым. Пайғамбарымыз: неге келдің? Бір бұйымтайың бар ма деп сұрады. Үндемедім. Фатиманы сұрауға келдің ау дегенде иә дедім. Пайғамбарымыз Хазіреті Фатимаға Хазіреті Әлидің сұрағанын айтты. Ол да үнсіз қалды. Пайғамбарымыз Фатимаға махр ретінде беретін нең бар деп сұрады. Жанымда оған беретін еш нәрсем жоқ, я Расулаллах дедім. Саған берген хутами сауыты көйлегім қайда? Өзімде дедім. Пайғамбарымыз соны сатып ақшасын әкел, махрге сол жетеді деді. Басқа бір риуаятта пайғамбарымыз Хазіреті Әлиге қасыңда не бар деп сұрағанда, атым мен сауытты көйлегім бар деп жауап берген. Расулаллах: атың өзіңе керек болады, бірақ сауытыңды сат деген. Хазірет Әли үйленгенге дейін пайғамбарымызбен бірге тұрған. Пайғамбарымыздың бұйрығымен Мәсжидун Науабиге жақын жердегі Хазірет Айшаның бөлмесіне қарсы орналасқан Хариса бин Нұрманның үйін жалдады. Сауытын Хазіреті Османға 480 дирхамға сатты. Хазіреті Осман сатып алғаннан кейін сауытты сыйлық ретінде Хазірет Әлиге қайтарып берді. Хазірет Әли сауыт пен дирхамды алып пайғамбарымызға барғанда, пайғамбарымыз Хазіреті Осман үшін қайырлы дұға етіп: Осман менің жұмақтағы жолдасым деді. Сосын Біләл Хабашиді радиаллаху анха шақырып, ақшаның біразын беріп: мына ақшаны алып базарға бар, біраз гүл суын, қалған ақшаға бал ал. Сөйтіп мешіттің бір бұрышында таза ыдыста су мен езіңдер. Бал шербетін жасаңдар, неке қиылғаннан кейін ішейік. Ансар мен мұхажирлерден барлық басқа сахабаларды мешітке шақыр. Фатима мен Әлидің некесінің қиылатынын халыққа жарияла деді. Хазірет Біләл Хабаши сыртқа шығып, Хазірет Әли мен Хазірет Фатиманың некесінің қиылатынын халыққа жариялады.
Мәсҗидун Нәуабиге жиналып, мешіттің іші сырты адамға лық толды. Пайғамбарымыз орнынан тұрып мына хутбаны оқыды. Барлық мадақ пен алғыс әлемдердің Раббысына тән. Ол шексіз нығмет беруші, құдіретті, қуатты, азаптаушы. Оның үкімімен бұйрығы жер беті мен көкте үсте. Жаратылысты құдіретімен жаратқан, әділетті үкімдерімен жаратылғандарды, бір-бірінен айырған адамдарды ислам діні мен пайғамбары Мұхаммед алейхиссалам қауыштырған ол. Алла тағала маған қызым Фатиманың некесін Әли бин Абу Талибпен қидыруды бұйырды. Қазір сендерді куәгер етемін. 400 мисқал күміс махырмен Фатима мен Әли бин Абу Талибтің некесін қидырдым. Раббым, олардың ұрпақтарын таза және рақымдылықтың кілті, даналықтың кені етсін. Мұхаммедтің үмметіне сенімді қылсын. Айтатыным осы. Раббымнан өзім және сендер үшін кешірім тілеймін. Сосын Хазрет Әли тұрып мына хутбаны оқыды. Қасымыздағы Мұхаммед алейхиссаламға салауат пен сәлем арнаймын. Қызы Фатиманы 400 мискал күміс махырмен маған әйелдікке берді. Ей діндес бауырларым, пайғамбарымыздың айтқандарын естідіңдер және куә болдыңдар. Мен бұған куәмін және разымын. Сол күйінде қабылдаймын. Алла тағала барлығымыздан сөзімізге куә. Достар, осымен Хазрет Фатима және Хазрет Әли туралы бірінші бөлім соңына жетті. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңыздар.